Армысыздар, ардақты ағайындар. 1986 жылы Көкшетау қаласында болған желтоқсан оқиғасына қатысқан Дәурен Бектегежанов ағамызбен кездесіп отырмыз. Бұл кісі сол желтоқсан оқиғасының бел ортасында болған, ұзақ уақыт тергелген, біраз қиындықтарды бастан кешірген, өз-өзін ақтау жөнінде сотқа берген жуырда, бірақ сот шешімі оң нәтиже шығармай жатыр. 1986 жылы қазақ мемлекетіне сол кездегі КСР-ның құрамында болған үкімет басына Қонаевтың келуі қазақ жастарын үлкен көшеге алып шықты, бейбіт митингке алып шықты. Қалай басталды Көкшетауда? Көкшетауда мен дәл сол күні облыс профтехобразованиеда болдым, сонан естіп келдім да, кешке келсем бір общежитиеда жігіттер бір жерден хабар келген ғой, Алматыда осылай не болып жатыр, біз мына жақтан өзіміз өз немізді лебізімізді білдірейік, біз далада қалмайық, қалай бір қазақстандықпыз, Қазақстан өз елімізге деп. Содан мен жатақханада біздің менің комнатамда жиналып жігіттер бәріміз, Ерлан Баркиев, старосты групп құрылды, Қуанбек тағы, Мықтыбай деген жігіт, Алған соғысының несі ардагері, тағы біраз жігіттер енді жиналып, не істейміз, қалай? Біз енді өз немізді білдірейік, бізде қалай шеттен келіп біреуді қояды, өзінің елдегі кісіні біреуді қоймаймыз. Жаңа айтқанда Қостанай облысының несін еттік, одан біздің енді асылын еткеніміз біздің жақтан Әуелбеков Еркін Нұржановичті сайлайық деп. Сондай өзіміздің немізді білдірейік деп, ертең онда шығайық бәріміз деп, соны жан-жаққа ат шаптырып, общежитияларға, сельхоз институтының, пединститутының общежитияларын жігіттерге бәрін ертең бәрі шықсын деп. Содан екінші күні шыққанымыз ғой. Жаңағы сол көшеге бейбіт түрде шығайық деп кімдер ұсыныс жасады, егер құпия болмаса? Жоқ, оны біз өзіміз арамызда отырып сөзіміз шештік, ертең шығайық өзіміз бәріміз бірге деп. Біздің арамызда сол мұғалімдер болды, мен өзім комендант общежитие болдым, сосын Каримов Гаухар Берушин деген мұғалім, жаңағы по воспитательной части, сосын Талтандаева Дина деген кісі, ол да мұғалім болды, мастер производственного обучения. Сол кісі жаңағы еще не 79 жылы алдында немістер автономия сұраған кезде бір қатысқан несі бар да, сол кісілер бәрін етіп далада қалмай қалай бір елдікіміз деп, екінші күні шығуға бел буып шыққанымыз ғой. Көкшетаудың орталығында сонда жаңа бейбіт түрде өткен митинг қай жерде болды? Көкшетаудың орталығына келіп, сонау акиматтың алдындағы площадьте алаң, сонда келдік. Сонда келген кезде біз ол жерде базар, милиция, нелер бәрі тоқтықтанды. Содан мен енді бірінші көрген Ертаева Гүлжан деген, мынау неде суында заведующий детским отделением болды. Соның қолын біраз әкетіп тұрады, мен соған араша түсіндім. Мен өзімді қол аяғымды бұрап, уайзыққа салып алып кетті. Біраз басты алысымен әкетті. Содан әрмен қарай не болған білмеймін, одан кейін УВД-ға әкеп бәрімізді қамады. Біздің училищенің жігіттерін көрдім, әкеліп қамап атқан. Сол әкеп қамап, содан кейін тергеу басталды, кәсіпке түсіріп. Тергеуші кім болды? Менде тергеушім Давыдов Валера, прокурор города, сол болды, сосын следователь по особым делам областной прокуратуры Желтоножка и полковник КГБ Амангалиев, Ахас Амангалиевич деген кісі болды. Көшу тергегенде маған іс қозғады 60 баппен. Ол енді халық жауы деп, призыв к национальной розни, массовый беспорядок на площади национальной розни деп. Бірақ аяғына келген кезде бізден де қақтығыс төбелес ештеңе болған жоқ деп, сосын аяғына келген кезде қанша 1,5 екі біраз өзім сатып қалынша болған. Сонымен без виза в областной центр до 5 лет деп, сонымен шығарып салды. Тергеушілердің тарапынан қысым болды ма? Тергеушілердің тарапынан Желтоножка жағынан болды. Көп болды ма? Ол біраз камераға да кеп, қазір міне отырған жайықтардың өзі есап тосып отырған топталғандардың азықтығын қамап, қазір сен бүйтіп камера кіргізердің алдында да міне орыстарға қарсы деп жағанда кіргеннен кейін өзінде кішкене не болғаннан кейін танитын жігіттер олар жоқ қой, мені танимыз деп. Жаңа бір Желтоножка жағынан болды. бір кісінің
ағамыздың есімін атап қалдыңыз. Тергеуші. Қазақ. Аманғалиев, Аха. Ахас Аманғалиев деген кісі, ол кісі қазір дүние салып жоқ. Ол кісі, ол сол кездерде ол кісі 60-тан асып кеткен кісі де. Мен ол кісіні іздеп еттім. Содан естіп келгенде ол кісі жоқ депті. Бұл дүниеде жоқ ол кісі. Көмектесе алды ма сіздерге? Ол кісіден әжептәуір көмек болды. Осылай тергеу қағаздарын әкелгенде айғайлайды, сот нетеді, бірақ қағазды жазып әкеледі. Сосын көрсетеді, міне мынаны. Осылай алдыма қағаз береді, қағазға осыны оқы деп, анда уже басқаша жазып әкеледі. Сосын жазалы, әйтпесе сотталып кетесіңдер деп. Ол кісілерден әжептәуір көмек болды. Абақта қанша күн жаттыңыз? Так. Енді қазір есімде жоқ, айтып білемін, мен ол кездерде әжем марқұм қайтты, намазını da жібермеді. Ол декабрьдің аяғында болды. Февраль туған күнде де мен сонда болдым, 25 февраль. Марттың басында деймін, по-моему, жіберген. Күн жылы болды. Шығарды да сразу Валихан ауылына сондағы Кызылға апарып тапсырдым, жақтан баранаттың алып кетті. Содан сосын ел аударғаны мен пропискам балалар көп болса да, олар мені Чапай Қайрат Тапқозы как отдаленный вот сол жаққа ссылка дейміз, Безвездік областной центр до 5 лет деп солай жіберді. Нақты мен туып өскен жерім сол Қайрат қой, сол жаққа жіберді. Қазір ол ауыл бар ма? Қазір ол ауыл бар, ауыл болғанда 60-70 үй ғана. Сонда сізге сот болды ма? Иә, сот болды. Бірінші сот болғанда бірінші 15 сутка деді. Содан кейін екінші рет 15 сутка деді. Содан кейін тағы үш рет сот болды, үш рет 15 суткадан берді сол. Сосын ақырында сол кезде прокурор Икебаев Ғарифолла деген кісі болды, сол кісінің прокуратурада неткенде, судья есінде жоқ, әйел адам болды. Ақырғы неде кабинетте закрытый процесс болды, барғанаттың әкеп, сондай нетті. Өзіңіз тергеуде жатқанда туған туысқандарыңызға қысым болды ма? Ол жағын білмеймін, әкемді партиядан шығарамыз деп нетті. Әкем енді бәлен жыл партийный болды, директор совхоз болған, депутат болды, Верховный Советіға дейін қадас кісіп, ол кісіге де біраз қысып, сосын оның аяғында из-за отсутствия состава преступления дегеннен кейін ол жағын кішкене тоқтатып нетті. Бірақ, онда нелер болды. Халық жауы сияқты саналып тұрмыз ол кездерде. Халық жауы өйткені анау статьялардың бәрі политический, ешқандай неге жатпайды. Қазіргі таңда қайда тұрып жатсыз? Қазір Степногор қаласында бірінші микрорайон 41-ші үйде пәтер жалдап тұрып жатырмын әзірше. Енді биыл бір еткен жиналып сотқа беріп өзімше ақталайды деп бірінші стадия дейді, бірінші бөліммен кішкене ақтағанда, содан кейін областной суд күшін жойып тастады. Олай болмайды. Соны біз енді екінші сотқа барғанда сұрағанда мен сұрақ қойдым, неге дегенде. Сонда сіздердің куәгерлеріңіз дұрыс емес. Нектің қалай дұрыс емес, біз бірге, олар менен бірге болған, бірге көрген бәрін осының бәрін деген. Жоқ, олар өздері ақталмағандар. Сосын айтты, енді ақталған Дина Талтанбаева, Каримов, Гаухар, Берушин, олар қайда дедім, ол фашисттер. Во внимание не взяли деді, неткен жоқ, сонымен айтты. Сосын дәй қойған сұрағын не үшін ақталғың келеді. Айтты, қалай не үшін, сендер мен көргенді, иттің тамағына дейін жегізді, абақтанда неде жатқанда. Сонымен балаларым бар, немелерім бар дедім, өсіп көшкен. Осының бәрін естігенім, бұл да осы тарих қой дедім. Оны білу керек. Мен сендерден ақша бірдеген талап етіп көрген жоқ, оларыңыз керек ол, ештеңе етіп, бізге керек сол әділдік. Мен осының білдім, не жұмысқа кіре алмай, қаншама жерлерді жүрдім. Сол ғой енді, талабымызды, соны тоқталып. Енді әділдікті осы отырмыз, бір әділдік шешім берген болып қайра мекемеде. Қаншама жігіттер міне 15-те отырған, сосын Мақтыбай деген жігіт болды. Арамызда болды, алған соғыстың ардагері, ол да кезінде медаліне дейін ала алмай қалды, памятник политический неблагонадежный болып саналды. Ол жігіттер келіп отыр қазір бізге осында. Қазір желтоқсан мерекесі деп жүрміз ғой, осы қаралы күн болып есептеледі. Оқушылармен кездесуге, я болмаса бір шараларға шақырып елмен кездестіре ме сізді?
шақыртады, нетеді, алдында бас кезінде нетпейтін да, қазір енді кішкене біз қоғам ашқаннан бері уже кішкене не қарайтын болды. Алдында қоғам болмағанда бір-екі рет шақырып барғанда қайтарып жіберген. Сен ақталмағансың, ешқандай қоғамда отырмайсың деп. Қазір енді желтоқсан 86 қоғам ұйымы мүшесімін ғой. Қазір кішкене біз тіркелгеннен кейін заң бойынша бұны кішкене уже дұрыс қаратын екен. Сол жағдай. Сіз одан кейін жаңағы өзіңіз Сергейге Желторошкамен кездесуге талпынып көрдіңіз бе? Желторошкаға бір келген, мұнда бір жігіттермен сөйлесіп неткенде маған айтқан сөздер, сен кімсің деп, Желторошка ол почетный гражданин города Көкшетау, сен қайда жүрген Желтоқсан, ол неме екенін ешкім білмейді. Ой, таңданы тастан да. Бетімен далбаса деп қоя бергенде мен тастаған бұны бәрін қойғам. Сосын енді былтырлар өзіміз үйім ашқаннан кейін қайра қой не дейді. Енді ақталайық деп сол ғой. Сіздерге ешқандай компенсация керегі жоқ, ешқандай орден медалдың керегі жоқ. Бар керегі бірақ қана ақ қағаз, яғни желтоқсан оқиғасына қатысқан деген, ақталған деген қағаз ғана керек қой. Сол ғой енді бәріміздің талап етіп жүргеніміз де сол біз. Үкіметтен бірдеңе бір тиын тебен бірдеңе алайық не дейді деп жүрген жоқпыз. Бізге керегі сол, ақталды деген дейді. Мына өзің алдында да, бала шағаның алдында да, жұрттың алдында да кішкене иә болды деген айтып жалғансыңдар деген сияқты айтады ғой. Сол не намысқа тиетіні сол. Жанға бататыны. Иә.